Қазіргі жастарды көп кезігіп жатқан бір жайт, мына ғылым дамыған заман ғой бұл дәуір енді. Жасанды интернет жағынан пайдаланып, өзіне диагноз қойып, сонымен көңіл күйін бұзып, тепе-теңдігін бұзып, осы жағынан ауруға бейімделіп жатқан жастар көбейіп жатыр. Сондықтан бұған берілмеу керек, салынбау керек. Ең жақсы дәрігерге тексеріліп қаралу керек. Дәрігерге тексерілгенде аспаптар қазір дамыды. Жаңағы дене қан анализін, мысалы биохимиядарынан, мысалы МРТ-ға қатысты ауруға көрінетін болса, МРТ-ға көріну керек. УЗИ-ға тексерілуге тиісті нәрселер болса, УЗИ-ға қаралу керек. Рентгенге мысалы, оған тексерілуге болатын болса, соған көріну керек. Осы сықылды аспаптарға түсіп барып, дәрігердің кеңесі бойынша барып ем қабылдағаны дұрыс. Өзі диагноз қойып, қазір ғылым дамыды, интернет дамыды деп бет алды істетіп, өз көңіл күйінен жіберіп, ауру болып қалу жайтты тудырмау керек. Бұны бір диққат ететін бір жайт. Бұған өте жастар мәміледе қарағаны дұрыс.